Әлеуметтік желі деген дүние соңғы уақыттар қарқын алып кетіп бара жатыр, иә? TikTok бар, мессенджерлер бар түрлі. Әлемдік статистиканы келтірдік. Жалпы қазақстандық статистика не дейді? Ондай ақпарат бар ма сізде? Қоғамдық желілік қоғамда біздің Қазақстан алпауыт елдермен қатар келе ме? Әлеуметтік желі қолданушылар қатарынан қарасақ. Жалпы енді әлемдік қолдану желісі бойынша Қазақстан алдыңғы қатарлардың орында келе жатыр. Сонымен қатар мысалға бұрынғы кезде тек қана жастар ғана қолданатын болса, қазір әлеуметтік желіні дүниеге келген баладан бастап, уже 6 айлығынан бастап деп айтсақ болады қазіргі таңда. Уже кәрі жасына дейін үлкен шаққа келген адамдардың өздері де қолданып жатыр. Яғни туала салысымен бірден қолына ұялы телефонды алады, неше түрлі видеоларды көрдік, Данияр, ата-ана ретінде айта аламыз. Бала құрсағында жатқан кезде уже ата-анасының істеген нәрсесін дүниеге келген кезде уже саусағымен жылжытып біледі уже қазіргі балдарды. Жылжытып демекші, міне қазір кадрда көрсетсе, расымен тәуелділігіміз соншалық, ұйықтап жатқан TikTokта да көреміз ғой жиі. Ұйықтап жатқан, міне сәбидің бейнесін көрейік. Қараңыздар. Көзі жұмулы, ұйықтап жатыр бала. Әдетіне айналып кеткен. Саусағы да кішкентай, 2-3 айлық балалар, 5 айлық, 6 айлық. Масқара көріп отырсан негізі жүрегің шымырлай. Бұл осы видеоға байланысты не айтар едіңіз жалпы? Бұл енді қалыпты жағдай шығар деп айтуға болады қазіргі таңда. Рефлексіне қалыпты жағдай шығар. Қауіпті жағдай дер едім. Қауіпті жағдайда бұл есептелінеді, себебі бұл стресске әкеліп соқтырады, техностресске. Бұл стресс емес, бұл ауру ғой. Меніңше Шолпан ханым, бұл деген дәрігерге, Шынар ханым, кешірім өтінем, бізде Шолпан ханым да келеді қонаққа, сондықтан сіз есіміңізді шатастырып отырсаңыз, ренжімесеңіз. Ең бастысы сәбилерді осындай қалыпқа түсірмеу үшін ата-ана не білу керек? Не әрекет жасай аламыз қазір? Дәрігерге апару керек пе? Әлде бақылау жүргізіп, ұялы телефонды тартып аламыз ба? Бұл жерде эмоционалдық нәрсенің өлшеудің несі жоқ. Қалай айтсақ, өзін ғана адам шектеу керек, өзін ғана тоқтату керек. Дәрігерге апарып, ол ешқандай... Түсіндім, яғни ата-ана өзі үлгі көрсету арқылы ғана үйдегі тәртіпті орнатылады. Жақсы, онда былай сұрақ қояйық. Ата-ана ретінде, Данияр, мен сіздің тыңдап отырғаныңызды көріп отырмын, бірақ ана ретінде осы видеоларды көріп, бүгінгі тақырыптардың барысында, зерттеу барысында мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Көбіне ашушаң болып келеді қазір қоғамдағы адамдар, балалардың өздері мықты ашушаң. Ұялы телефон тартып алсаң жылай салады. Қоғамда өз байланысын орната алмайды, ойын білдіре алмайды. Яғни қоғамда өзін өзі аша алмайды, виртуалды өмірде өмір сүріп жатқандай. Бұл қауіп төндіреді ғой. Өте қауіпті. Не істей аламыз? Жақсы тыңдайық сізді. Ол не істеу керек, Ең алдымен баланы қазіргі таңнан бастап, бәлкім сол гаджеттарсыз, немесе даже телевизорсыз да, мысалға, мнематика дейді, техникалық нелермен ойнау техникаларын іске асыратын определенный сағаттарға бөлу керек шығар ата-аналар. Себебі қазір ата-ана жыламасын, мазамды алмасын деп телефонды немесе басқа гаджеттарды беріп қояды балаларына. Себебі ол... Мысалмен келтірсек, қазір көріп отырған көрермендер. Қонаққа барады ғой мысалға. Қонаққа барған кезде не істейді, бала жыламасын деп қолына телефон ұстатып қояды. Автобусқа мінген кезде де бала жыламасын деп қолына телефон беріп қоясың. Енді өзің басқа телефон ұстап отырасың, өзің TikTokта отырасың, өзің блог жүргізесің, немесе біреулердің жаңағыдай нелерін, передачаларына, ақпараттарын, блогерлардың нелерін тыңдайды, содан кейін қазір TikTokта стрим дейме бір нәрселер шығып кеткен ғой. Олардың барлығына қатысу керек, ол жерде ойындар ойнатады мысалға. Өміріміз сол ұялы телефон өтеді. Яғни ол балаға да уже дүниеге келген балаға уже екінші телефон алып қояды. Қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай. Жақсы, енді үш кеңес беріңізші көрермендерімізге. Не істеу керек ата-ана? Өзінің уақытын шектеу керек. Өзінің уақытын үлгі көрсету керек. Балаға определенный уақыттарда ғана телефон берілсін. Ал енді ата-ана бере алмаймыз. Жоқ, бере алады. Оны потому что баламен ол ойнау керек. Уақыт алмастыру керек. Бұл екінші үлкен сұрақ. Ата-ананың уақыты болмауы мүмкін. Расымен сіз айтқандай, балаға уақытын өзің өткізе бер, мені мазалама деу мақсатында қолына табыстап қояды. Бірақ не көріп отырған? Қандай контент тұтынып тұрған? Ол үшін родительский контроль деген нәрсе бар ғой интернеттің ішінде. Әрбір телефон болсын, компьютер болсын барында ата-аналық бақылау деген не бар? Шектей алатын нәрсе бар. Соны қойып қою керек. Шынар ханым, сіздің бір сұхбатыңызда берген ақпаратыңызға сәйкес есіме түсіп тұр. Негізі ата-аналар, статистикаға үңіліп қарайтын болсақ, YouTube-та көбіне бірінші қатарда YouTube-ты көреді екен, және YouTube Kids-ты көреді екен көбіне. Бақылау
жүргізудің өзінде ата-ана шектеу қояды, бақылау жүргізеді, бірақ ең бірінші орында ютубты көретін балаларымыз деген сөз ғой бұл тұжырымға сәйкес. Сонда біздің қазіргі Z ұрпағымыз, альфа ұрпақ деп атайды, телефонсыз болашақта өмір сүре алмайды деген сөз ба? Солай деп айтсақ болады. Оның кері әсері депрессияға ұшырауы мүмкін, тағы да айтам, өзінің қоғамда білдіре алмауы мүмкін. Сөйлесу қабілетінен айырылуы мүмкін. Жалпы қандай қауіп төнеді? Өзіңіз айтыңызшы эксперт ретінде. Не болады? Ал 5 жылдан кейін қоғамымыз қалай өзгереді? Адаптация, социализация, әлеуметтену деңгейі төмен болады. Одан кейін жалғызсырау мәселесіне ұшырайды. Қарым-қатынасқа түсе алмайды. Сөйлеу манерасы болмайды. Стримда отырған бала сөйлей алмайды, адаммен қарым-қатынасқа түсе алмайды. Жестикуляция, мимика деген нәрселерден жұрдай болады мысалға. Одан кейін, мысалға ол қазірден бастап манипуляция жасап үйреніп алған бала ғой мысалға. Үлкендерге әлеуметтік көрсетеді. Енді бұны біз айтып жүрміз, бүкіл әлеуметтік желілерде де айтылып жүр. Шынар ханым, айтыңызшы, телефонға тәуелділік бұл психикалық ауру ма? Жалпы психолог ретінде, әлеуметтанушы ретінде айтыңызшы. Иә, бірақ психолог келеді, ол да айта жатар, сіз өзіңіз пікіріңізді айтсаңыз. Әлеуметтік танушы ретінде айтатын болсам, бұл жердің екі жағы да бар, плюсы да бар, минусы да бар. Бірақ плюсы, мысалға, ақпаратты қолданасың. Әр кезден қол астыңда болады. Материал, келіп жатқан ақпараттарды қабылдау, жаңалықтарды алу деген нәрселердің бәрін сен өзі көз алдыңда болады. Немесе қоғаммен байланыс. Тұтынушы ретінде азық-түлікті тапсырыс беріп алдыртсаң. Кез келген нәрсені осы. Ал кемшілігі? Кемшілігі енді сен біріншіден көзіңді құртасың. Ментальный здоровьен құртасың. Эмоционалды денсаулыққа әсер етеді. Денсаулығында әсер етеді. Одан кейін уже жаңағыдай қарым-қатынас отбасылық мысалға болсын. Ешкіммен сөйлеспейсің. Яғни қазіргі заманның дерті, індеті деп айтуға да болады, әбден болады.